Таңнан кешке дейін жұмыста жүрмін. Менің айлығымды қашан көтересің деген сұрақ қойған кезде не жауап беретінімді білмеймін дейді. Сен таңнан кешке шейін жүргенмен еш нәрсе тындырып жатқан жоқсың ғой дейін десең, келіп кетіп жүр әйтеуір. Бірақ жұмысына қарасаң бір нәтиже көріп тұрған жоқпын дейді. Осының жауабын бүгін сіздермен шешетін боламыз. Біздің бірінші мақсатымыз осы Қазақстандағы 20 мың бизнестің кәсібін жүйелеп, табыстарын арттыру. Ал енді KPI-ді дұрыс қою. Мысалы, сатушыларда KPI түсінікті ол. Мына 10 мыңға сатсаң 3% аласың, 100 мыңға сатсаң 5%, миллионға сатсаң 10%-ын аласың деген сияқты нақты KPI бар. Бірақ өндіріс бөлімдегі адамдарға KPI-ді қалай қоямыз дейді. Мысалы, сен 1 миллион теңгеге 2-3 күннің ішінде оборот жасадың. 100 мың теңгесін сату бөліміне бердің. 500 мың теңгесін аренда, налог, услуга төледің. Сенде мына 600 мың, 400 мың теңге қалды. Енді 300 мың теңгесін сол өнімді жасап жатқан адамға қалай беру керек? Нақты істеген әрекетіне 150 мың теңге аласың. Болды. Ал егерде сен сол жұмысты уақытылы бітірсең, және клиент риза болса, тағы плюс 150 мың теңге аласың. Яғни ол енді бір образына ғой 300 мың теңгесін бөлдің да, оның 100 мың теңгесі бұны бір шикізатқа кетуі мүмкін да, үстінде 200 мың қалады. 200 мыңды сөйтіп бөлсесің, мұны 100 мың теңге істеген ақыңа, ал егерде клиент риза болып, үй іші уақытылы бітіріп, үй іші мынандай нәтиже көрсетсең, сен тағы 100 мың теңге қосып аласың деген KPI қоятын болсаң, сенің жұмысың жүреді. Басында бізде осындай проблема көп болды. Яғни біз баланы жұлдыз қылу үшін не істемейміз? Ана блогерге апарамыз, режиссерға апарамыз. Бірақ бұны блогер, режиссер ана балаға өзінің баласындай қарамайды. Маған ақшаны менен беріп жатыр, сен емес деп. Айналайын-ау, клиент бірінші орында, мына клиентке көңіл бөл, апта сайын ұрыс, керіс, айқай-шу. Ал кейін осындай KPI қойдық. Мына егерде клиент риза болатын болса, мына бонус алады. Мен түбінде бір 10% ала қояйық табысымызды, 10-15%. Бүкіл ақша өз-өзімен кетсе де, зато клиент риза болып, дұрыс сапалы жұмыс жасайық деген кезде бірден ұшты. Сіздерде қандай мәселе болып жатыр? Комментарияға жазыңыздар. Ал 20 мың бизнесмен табысын арттырып, Қазақстанның ВВП-сын 7 миллиардқа арттырайық, көтерейік.